Соңғы 3 жылда Қазақстанда 270 әскери қызметкер қайтыс болған. Ал соңғы 4 жылда әскерде 86 суицид тіркелген. 20 әскери адам өз-өзіне қол салуға оқталған. Бірнеше жайтты айта кетейін. Және аталған ақпараттар әскери прокуратура мәлімдеген ресми сан екенін ескертейін. 2023 жылғы тамызда әскери бөлімшелерінің бірінде командир әскерге жаңадан келген сарбазды орындықпен ұрып, соққыға жыққан. Арты немен бітті дейсіздер ғой. Іс тараптардың бітімге келуімен жабылып қалған. 2024 жылдың маусым айында Жамбыл облысының бір әскери бөлімшесінде әскерге келгеніне бір ай болған сарбаз ес-түссіз жансақтау бөліміне түскен. Ал жуырда орын алған жағдай бүкіл отандастарымыздың ашу-ызасын туғызды. Ұлттық ұланның жауынгері Ербаян Мұхтар басынан алған жарақаттан 5 ай бойы ес-түссіз жатты. Жауаптылар Ербаян дәретханаға құлап жарақаттанды дейді. Бірақ бұған сау адамның сенбесі анық. Жарақаттың салдарынан сарбаздың басының жартысын алып тастауға тура келген. Енді оған тұрақты күтім қажет. Қазір ата-анасы ұлын шетелге емге әкетуге қам жасауда. Оған қаржы жинап берген баяғы біздің қарапайым халқымыз. 7 қыркүйек күні Ақтаудағы гарнизонда сарбаз Марат Барқұлов есімді бауырымыз көз жұмды. Оны офицер атып жіберген. Бұл қасақана жасалған әрекет па жоқ па? Аталған сұрақтың жауабын тергеу орындары әділ тергеп, нәтижесін қоғамға ашық түрде жеткізу керек. Мемлекет басшысы биылғы жолдауында әр ата-ана әскерге кеткен баласын мемлекетке сеніп тапсырады. Сондықтан сарбаздардың денсаулығы мен қауіпсіздігіне ең алдымен армия басшылығы мен құқық қорғау мекемелерінің басшылары жауапты деп атап өтті. Өкінішке орай армиядағы жағдай бұған мүлдем кереғар болып тұр.